Қайырлы күн достар, сәлем. Бүгін блинчиктердің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, құмшекер, тұзымызды салып, венчикпен араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызбен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, венчикпен араластырып жібереміз. Сонымен қатар жылы сүтімізді де венчикпен араластырып салуды ұмытпаймыз. Оның үстіне електен өткізе отыра қопсытқышымыз немесе содамызды, ұнымызды салып араластырамыз. Міне бізде осындай қою қамыр пайда болады. Енді табамызды майлаймыз, қыздырамыз, орта шоттан сәл көбірек қыздырамыз. Міне енді бір ожаудан қамырымызды салып, астын 1-2 минуттай, ал үстін 30-40 секундтай пісіреміз. Блинчиктерді аудармас бұрын, яғни келесі бетіне аудармас бұрын шанышқымен осылай жүріп шыққан дұрыс, өйткені олар жабысып қалуы мүмкін. Не, келесі бетке аударамыз енді 1-2 минуттай өткеннен кейін. Не, осылай болып шығады. Орысша айтқанда ажурный блинчиктеріміз дайын. Осы рецептпен 15-16 данасы шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Маған және отбасыма қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздер де отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер видеом ұнаса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Тоғжан Нұрмаханбет.